9-шы бап нақтыланып, тең сөзі қатар деп ауыстырылды. Достар, мына жаңалық қазір барлық жерде көрсетіліп жатыр. Бұл жаңалықты маған жоғары жақтағылар да жіберіп жатыр. Қанағат етесің ба деген сияқты. Жоқ, қанағат етпейміз. Өйткені халықтың мен қазір райын біліп отырмын. Өйткені тең сөзі, қатар сөзі бұлар синоним сөздер. Сондықтан барлықтарыңызды бұдан тоқтап қалмай, мен көрсеткен бейнежазбаны пайдалана отырып, өтініштеріңізді түсіре беріңіздер. Қазіргі таңда 3300-ден астам өтініш түсті. Иә, мен үшін бұл көп болуы мүмкін, бірақ бүкіл қазақ халқы үшін бұл өте аз. Міне менің түсірген өтінішіме осындай жауап келді. Яғни жеке бір менің өзіме, менің ұсынысым Конституциялық комиссияның қарауына жіберілгенін хабарлаймыз деп жауап берді. 3300 адам болса әлі осылай жауап келеді. Біз көбейе берейік. 10 мың адам болайық. 100 мың адам болайық. Сол кезде бізге комиссия не деп жауап беретінін көрейік. Егер біздің талабымыз орындалмаса, біз заңды түрде бұл жауапты сотқа бере аламыз. Нәтижеге қол жеткізе аламыз. Сондықтан менің қолымнан не келеді деп бейбарақат отыра бермеңіздер. Белсенділік танытыңыздар. Бұл сіздердің құқықтарыңыз. Одан қорқудың еш қажеті жоқ. Әркім өзінің пікірін білдіруге құқылы. Сондықтан жұмыла көтерген жүк жеңіл. Барлықтарыңызды бір тілдің, бір тудың астына бірігуге шақырамын. Рахмет.